Ұлтына қарамастан мемлекеттік тілді еркін меңгеру отанға деген құрмет. Шымкент қаласында тұратын Евгений Хван осындай берік ұстаныммен өз бетінше қазақша үйреніп, ұлтымыздың салт дәстүрін дәріптеп жүр. Отаншылдық сезімі биік азамат мемлекеттік тілді білу, елге деген ізетті танытумен бірге ұлттар арасындағы берік достықтың негізі деп біледі. Евгенийдің ұлты кәріс, соған қарамастан ол дастархан басында отбасы мүшелерімен қазақша сөйлеседі. Жасы 40-тың қырқасына шыққан жігіт ағасына тіл сындыру аса қиынға соқпады. Қазақшаны бас-аяғы 2 жылдың ішінде тез үйреніп алды. Қазақша орысша сөздік Евгенийдің жиі парақтайтын кітабы. Кейбір сөздердің қазақша баламасын содан оқып үйреніп жүр. Оның айтуынша, адам ынта-ықылас қойып ыждахаттылық танытса, өзге тілді меңгеру қиынға соқпайды. Қазақтың дәстүрін, қазақтың тарихын, қазақтың менталитетін жақсырақ білетін болдым. Тағда мен ойымша қазақ тілін оқуды әртүрлі халықтарын, әртүрлі мәдениеттерді жақындатады. Евгений бүгінде іскерлік салада табысты еңбек етіп жүрген кәсіпкер әрі қалалық мәслихаттың депутаты, халық қалаулысы ретінде жұртшылықпен жиі жүздесіп пікірлесіп тұрады. Мемлекеттік тілді жетік меңгергенімнің арқасында көпшілікпен тез әрі ортақ тіл табысып жүрмін дейді ол. Егер бизнесте табысты адам дейтін болса, мемлекеттік қызметте биік шыңдарға жетем дейтін болса, міндетті түрде қазақ тілін біліп меңгеру тиісті. Өз отанын қадірлеп қастерлейтін әрбір азамат ұлтына қарамастан мемлекеттік тілді білуі тиіс. Бұл Евгенийдің өмірдегі басты ұстанымы. Осы қағидаға беріктігінің дәлелі отбасының кенжесі Вика бүгінде қазақ балабақшасында тәлім-тәрбие алып жүр. Оңтүстік Қазақстаннан Ғани Қалмаханов, Руслан Өстемов, Қазақстан ұлттық телеарнасы.